Главное условие – это согласие родителей нужно. Каждая девушка, каждый тот, который женится, создает семью, нужно довольство родителей, согласие родителей. Без родителей никак не делается. Это во-первых. Во-вторых, когда мужчина до женитьбы в чем-то настаивает вам, вернее, огораживает вашу свободу, соответственно, она будет со временем усиливаться. Будьте к этому готовы. Понимаете? Потом, это не пленку, знаете, создать семью, это чтобы отмотать назад. Это не пленочка, это не веревочка. Поэтому, чтобы в будущем не сожалеть, вы должны принять правильное решение. И оно будет ваше решение. Сізге неке қидырсам бола ма? Үйленуші еді. Құдай қаласа, қолым бос болса қиып берейін. Кодировать ету дұрыс па? Кодировкада тұрған ештеңе жоқ. Әсер ету деген сөз психологиялық бір бейімдеу. Нас фалақ сүрелерін оқу үшін арнайы дәрет шарт па? Әлбетте, дәретпен алған жақсы емес па? Көзіңіз кешірім сұраңыз. Дәрет алғанда кездегі линзаны алу шарт па, намаз оқуға бола ма? Намаз оқи бересіз, линзаның көзге ешқандай. Дәрет алған кезде бетті жуады ғой, көзді жумайды. Көзді бүйтіп, көзді ашып тұрып, көздің ішіне су шашпайды ешкім. Оның керегі жоқ. Көзіңіздегі линза не мешает? Сүндетке отыру жасқа байланысты ма? Жоқ. Жағдайға байланысты. Бүгін уағыз жүргізесіз бе? Әр жұмада өзім жүргіземін. Сәлеметсіз бе? Сізге сөйлемеген баланы дем салдыруға барайын деп едім. Жетісу облысынан. Қай жерден қай уақытта баруға болады? Менің жұма және сәрсенбі күндері анық, Алла амандық беріп тұрса, Астана қаласынан ұстай аласыздар. Өйткені тікелей эфирлерім бар. Ерлі-зайыптылар бөлек жатса неке бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Кешегі имам жайлы не айтар едіңіз, жала емес па? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы муфтият бұл туралы мәлімдемесін айтты. Барша мұсылмандардың кешірім сұрады. Енді нақтысын кейін өзі сол 15 күндік несі оқшаулау біткеннен шығып айтып түсіндіре жатар. Ол да бір үлкен азамат, бала шағасы бар, елі бар, жұрты бар, қызметі бар, жақсылы жаманды араласқан адамдары бар, артында мыңдаған адамдар үйіп намаз оқыған дін қызметкері. Егер халықты алдасақ та Құдайды алдай алмаймыз. Сондықтан да Құдайдың алдында да болса да бұл нәрсе әшкере болады. Сондықтан Алланың есебі өзі реттіге келтірер деп есептеймін. Бірақ біздің елімізде барлық нәрсе құқықтық мемлекетпіз. Содан жоғары тұрған нәрсе Құдайдан қорқу керек деп есептеймін. Егер шынайылық болса. Бұл бәрімізге қатысты. Біреудің үстінен жала жауып, біреудің үстінен білмеген нәрсені сол жерде болғандай қылып айту үлкен күнә болып есептелінеді. Өздеріңіз бала шаға өсіріп отырсыздар. Кімнің тағдыры не боларын Құдай біледі. Сондықтан өзі азамат, аузы бар, басқа жағы бар, айтып түсіндіреді, елі бар, жұрты бар. Ол да бір ұрпақ өсіріп жатқан азам, ертең жер басатын азамыз. Біздің қара көзіміз жақсылы жаманды Қызылордасында туылып, көптеген өмірінің біраз жылын осы дін қызметіне арнаған тұлға. Сондықтан мән жайды өз түсіндіре жатар, шын бәрі болса айта жатар, басқасы бола жатар. Бірақ енді біз асығыстық жасамауға шақырамын. Әркім өз жауабын өзі береді. Сіздер намаз оқысаңыздар, молда үшін оқымайсыздар. Мешітке барсаңыздар, молда үшін бармайсыздар. Молда қандай болса, ондай болсын, ол өз үшін өз жауап береді. Қандайсың? Намазды қате оқи ма, арақ іше ме, басқа қыла ма, қатынға бара ма, өзі біледі, өзі жауап береді. Сіздің вообще намазыңызға қыпындай қатысы жоқ. Сондықтан мешітке баруды оған қарамаңыздар, имандарыңыз қуатты болсын. Адам ол пенде. Құдай сондай, даже мен сіздерге былай деп айтайын. Арақ ішкен адам болса да, Алла ол адамға ілім берді. Білесіз бе? Білім берді. Алла ілімді көрінген адамға бермейді. Сондықтан білімді берді ме, демек оның түбінде бір жақсылық бар. Біз сондай үміт қылайық. Алла өзі реттейді. Біз байымызбен дейді.
бір-бірімізді жақсы көрмейміз, балаларды деп тұрамыз, ажырасуға бола ма? Жақсы көрсе жақсы, семьяда махаббат, сүю болғаны жақсы. Егер сүю, махаббат болмаса да, ер мен әйелдің ортасында, онда түсіністік деген болады. Орысша взаимопонимание. Түсінік болса, бір белгілі бір мәселеде сіздерде түсінік бар. Жақсы көрмей сен бала тудың ғой сонан. Бала туған кезде бетіне қарап тудың. Былай қарап жатқан жоқсың ғой, сен бетіне қарадың. Сол кезде форточкадан кірген жоқ ол нәрсе. Сондықтан жаным, жақсылы жаманды адамнан мін іздей берсек, білген ерге құн жетпейтін күн болады, күнді қанша мақтасаң да түн болады, бәрін тауып айтса да түбінде бір мін болады дейді. Сондықтан қандай жақсы адам болса да түбінде мін болады, кемістік болады адамда. Сол кемістігімен жақсы көре беріңіз. Ар жағында ұрпақ келе жатыр, балалар келе жатыр. Ертең ажырасып кетсең, мысалы ажырасам ба дейсің, ажырасып кетсең, кейін балаң қызың өскеннен мама папамен неғып ажырастың десе, любовь болмады ортамызда деп қай бетіңмен айтасың? Сонда сіздерге менің өмірім, менің әкем, менің шешем, любовь керек болды ма сіздерге? Любовь деген не өзі? Түсінік емес па? Шерхан Мұртаза атамыз айтпақшы, сана деңгейіндегі махаббат емес па ортасындағы? Махаббат деген тек қана екеуіңіздің төсектегі емес ол. Махаббат деген өмірлік түсінік. 15 минуттен кейін бір-біріңізді жек көріп кетсең, не сол түсінікті айтып отырсыз ба сіз? Не керек сізге оның? Сондықтан жаным, кішкене отбасы, жанұя, ұрпақ тәрбиесі кеткен нәрсе келеді. Махаббат қуып, бәленбай баламен ажырасып, біреуін өлтіріп, біреуін соттатқаннан әбейіл тамда отыз ба? Амал жоғынан үндемейді, халқы бопты деп бетіңе күледі, бірақ ішінен бәрі қарғайды. Ертең қарғайды, ұрпағыңа қарғайды сені. Қой жаным, ботам, алтыным, қой. Қатты выгорание болса не істеу керек аға? Көмек керек. Көмек Аллаға ұмтылыңыз. Алла тағала жүрегіңізді алып шығады. Алла тағалаға арманыңызды, мұңыңызды, зарыңызды, мұқтажыңызды, қажетіңізді, үмітіңізді Құдайға артыңыз. Адамға ешқашан артпаңыз. Адамға артсаң көзің таяқ болады, көзің жас болады, көзің көгереді. Аллаға артсаң бүйірің семіреді жаным. Құдайға үміт ет. Құдайдан үміт ет болды. Құдайға жалынып үйренсең, қалған нәрсенің бәрі орнына түседі. Құдаймен сырласып үйреніңіздер. Неке оқытуға мешітке барса, сол уақытта қыздың хайызы келіп тұрса, ол қалай болады ұстаз? Неке қиыла береді, жалпы неке хайыз уақытысында етек кір кезінде қиыла ма десе қиыла береді. Просто еркекке қиын болады, бірнеше күн өзі шыдай алмай әрең қосылған кезде қиналады, ол жағы бар. Одан кейін мешітке кіру мәселесі бұл жерде әдепсіздік болады. Әйел баласының, қыз баласының таза емес кезінде мешітке кіруі мана айтылген, яғни жақсы емес, тыйым салынған. Тырнақ алғаннан кейін дәрет алып намаз оқу керек па? Жоқ. Тырнақ алғаннан дәрет бұзылмайды. Музыка туралы толығырақ айтасыз ба? Музыка деген, музыканы екіге бөліп қарайды мұсылмандықта. Жақсы музыка бар, адамды тәрбиелейтін, адамға жөн үйреткен жақсы музыкалар бар, және бас жоқ аяғы жоқ сиркілдетіп билеп, ұятсыздыққа, арсыздық алып келген музыка бар, ол жақсы емес. Бұл ауыз сөз қазір қосылып баратыр, экранымызға да, музыкаға да, неғұрлым ұятсыз сөздерді көп айтса, соғұрлым абыройлы көрініп жатыр. Түбі өкініш, түбі қайғы, ұрпақ тәрбиесінің бұзылуы, сахнаның қадірін кетіруі, сөздің мәнінің жоғалуы, сөз қадірінің жойылуы, тіл қадірінің бұзылуы деп есептеңіздер. Ал судың аққаны да, ағаштың сылдырлағанда, тіпті Құран оқудың өзінде белгілі бір әуен бар. Басқа қызды сүйем, өзімнің де балам бар, оның анасын жақсы көрмеймін, вообще үйленбегем дейді. Енеміз қол саған пока. Кейін қалай болады? Ол қыз мамасына жүгіреді, сен мамасын жек көресің, құсқың келеді, жүрегің айниды. Сен оның да өмірін талқандайсың, өзің де өмірің бітшін шығарасың. Сондықтан сол қызды алатын адам, оны мамасымен, күйеуге шығатын қызда, оны мамасымен, бауырыменен, денесіндегі шырамыменен, аузының сасығыменен, тісінің кариесіменен, аузындағы пломбысыменен, қолтығының иісіменен, жүрегіндегі махаббатымен бәрін бірақ қабылдау керексіз. Мамасы ұнамайды маған, қызы ұнайды. Мамасы ұнамайды оны маған, баласы ұнайды. Ол өмір болмайды ешқашан. Өкініш болады. Терлеген дәретті бұза ма? Жоқ, бұзбайды. Біреу менен сұрайды,
Нұреке дейді, мына мойным терлесе дейді, кішкене дәрет бұзыла ма дейді. Жоқ дедім. Қолтығым терлесеші дейді, дәрет бұзылмайды дедім. Мына аяғымның, тіземнің арт жағы терлесеші деді. Бетім, сен өзі шолынсашы айналайын, уже сасып кететін болдың, уже терлемеген жерің қалмады. Сен жуыншы айналайын. Жуынған жақсы болады. Бірақ дәретті бұзбайды. Дәретті бұзбайды деген сөз сасып жүре бер деген сөз емес. Терлеп қойсаң, дәрет бұзылмайды. Бірінші рет күйеуде болып ажырасып кеттім. Бірінші рет дегенің дұрыс емес екен, жалпы. Күйеуге шығып ажырасып кеттім десең дұрыс, сөйтіп жаз. Бірінші рет, екінші рет деп айтпа. Некеде болғанбыз. Қазір екінші рет шықтым. Тағы шықтың, бақытың ашылсын. Но некеге отырмадық. Арамызда бала бар. Қазір некеге отыруға бола ма? Екі рет неке қидыруға бола ма? Болады жан. Болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың Хадиша әйелі екі рет тұрмысқа шығып, екеуі де қайтыс болып, содан кейін үшінші рет Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи шыққан. Сондықтан ештеңе жоқ, бағың ашылсын жан. Ауруға ем қонбаса не істеу керек? Ем қонады. Сіз дұрыс таппай жатсың. Домбыра тараз екен, домбыраның пернесі сияқты дұрыс таппай жатсың. Пернесін таппай жатсың. Дәрігерін таппай жатсың, дәрісін таппай жатсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, барлық аурудың емі болады дейді. Тек қана екі аурудың емі жоқ дейді. Біреуі кәрілік, екіншісі ауруға байланған ажал. Қорқыныш үрейден қалай құтылуға болады? Қорқыныш үрейден неге деген қорқыныш? Сол бөлінеді қорқыныш. Өлімнен қорқыныш болады, өмір сүруден қорқыныш болады, келешектен қорқыныш болады, түндегі қорқыныш болады, соған қарай. Можно ли на могилках усадить дерево? Проблем нет. Но, знаете, там есть одна маленькая проблема, вам надо будет часто поливать, поэтому, если вы даже хотите посадить дерево, сажайте те деревья, которые, во-первых, не слишком большими срастаются и которые требуют мало полива. Да? Вот такие деревья можете посадить. Балама туылған кезде азан оқымаған, егінді оқытсам кеш емес пе? Жоқ, қажеті жоқ, тек қана үйде біреу азан айтса, сол жеткілікті. Бауырларым әкемнің қарызын төлемейміз дейді. Папасы байланып тұрады қабірде. Әкесінің қарызын төлемегендер бала әкесін байлап қояды. Өмірдің бақыты берекесі болмайды. Тамақтың дәмін сезбей өтеді бұл өмірден. Нұрлан аға, балабақша, қуыршақтар, түрлі ойыншықтар жасаймын. Ол жерде көздер болады. Бұл ісім дұрыс па қате ме? Ой, жаным, жаса, жаныңда ойыншықтары болған. Ода тұрған не бар? Біздікі анау бір жындылық қой, бәрі көздерін бейт жауып, куклалардың көзін ойып алып, о дүниеде көзінен жан бер деп айтады деген сияқты нәрселерді қойыңыздар. Біз заманауи кішкене бір өсетін, дамитын уақытқа келдік қой, бір артқа жылжитын емес. Ойыншық куклада тұрған ештеңе жоқ, жасай бер жан. Жалғыз әкем бар еді, мен күйеумен тұрам. Әкем қасыма көшіңдер дей береді. Ренжітпей қалай түсіндіріп айтсам болады дейді. Күйеу баланың жағдайы болады, күйеу бала біреудің баласын үйге көшіріп алған. Енді еріңмен сөйлесіп қой, ерің көшпеймін десе, әкеңе онда әйел алып бер. Әкеңе әйел алып бер, жалғыз тұрса.